Құрметті көрермендер, біздің мерекелік концертіміздің арасында жарнама болуы ол дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені жарнама болған кезде сіздер шай ішесіздер, жан-жағыңызға қарайсыздар, үй дұрыс па, есі жабық па деп. Ол дұрыс. Өйткені естеріңізде ме, Нұрдәулет? 90-шы жылдары жұрттар мысалға анау сериалдар басталды ғой, мысалы Рабыня Изаура, Богатые тоже плачут. жаңа Ракель, кім еді киноның аты? Никто кроме тебя. Бәрін көріпсің ғой сен. Королек птичка певшая. Осындай сериалдың кезінде ұрылар көп түскен ғой үйге. Мысалы бәр сериалды көріп тұрады, Изаураны көріп тұрған кезде үйлерін тонап кеткен ғой. Сондықтан да қазір Қазақша концерт көріп отқан кезде абай болыңыздар, жан-жағыңызға қараңыздар дегенім ғой. Дұрыс қой, Дұрыс. Жоқ, бұрын мысалы королек птичка певчаны көріп отырған кезде бір кісілердің астында төселіп жатқан кілемін алып кеткен ғой. Байқамайсың, көрмейсің айтып отқан сөз. Естеріңізде ме? Естеріңізде. Бірақ оны кешкісін ғана көретін ек қой. Күндіз ешкім ұрлай алмайды. Жоқ, қазір шыққан ұрылар деген бар ғой. Ұрылар деген андып жүр деген. Мысалға кешкісін бәрі көрді ма жаңа сериалда? Иә. Сосын таңертең сағат 11-де қайталайды ғой. Иә. Сол қайталаған кезде қайтадан ұрлап кетеді екен ғой бар. Бәсе, таңертеңмен іздеймін, нәскиім таппайым. Мен әйелім айтам, осы ұрылар менің нәскиімді ұрлап кеткен жоқ па десем, кетші сен нәскиің кімге керек дейді. Енді біз турецкий сериал десе ғой, жатып кет көреміз ғой. Жоқ, сен нәскиің ұрларға не керегі бар, Нұрдәулет? Не керегі бар сен нәскиің? Енді мен нәскиім турецкий ғой.